Халық қайырымдылық қоры ұсынады. Суытудың негізгі қағидасы өте қарапайым. Ол температурасы түсірілуі қажет объектінің төңірегімен салқындататын сұйықтық немесе хладагентті үздіксіз жіберіп отыруды қамтиды. Осылайша объектінің жылуы алынады. Суытудың барлық технологиясы суыту сұйықтығын үздіксіз түрде қамтамасыз етіп отыруға бағытталған. Осы бейне жазбадан біз оның қалай жүзеге асырылатынын білетін боламыз. Тоңазытқыш ішінде мыналар бар. Жүйенің негізі дроссельдеуші деп аталатын қарапайым құралы. Суыту сұйықтығы нақ осы дросселдеу көмегімен алынады. Бұл жағдайда дроссель құрал ретінде қыл түтікті тұтқа орнатылған. Хладагентті тиімді түрде дросселдеу үшін ол сұйық қалпында болуы керек және жоғары қысымды жағдайда болуы қажет. Дросселдеу құрылғысы қысымның күрт ауытқуына әкеп соқтыратын ағынға кедергі болып табылады. Қысымның құлауы салдарынан хладагенттің қайнау температурасы төмендейді де ол булана бастайды. Хладагент булануға қажетті жылу энергиясын бөледі. Соның нәтижесінде оның температурасы төмендейді. Дросселдеу құрылғысындағы температураны өлшейтін болсаңыз, сіз осы төмендеуді байқайсыз. Келесі кезең өте қарапайым. Жылуы жұтылуға тиіс кеңістік периметр бойынша суытылған сұйықтықты жіберу қажет. Жылуды сіңіру барысында хладагент булануын жалғастырып, толығымен буға айналады. Осылай біз қажетті суыту әсерін аламыз. Егер біз осы төменгі қысымдағы бу түріндегі хладагентті бастапқы күйіне, яғни жоғары қысым астындағы сұйықтық күйіне қайтара алсақ, онда осы үрдісті қайталай алатын боламыз. Ең алдымен біз қысымды жоғарылатуымыз қажет. Бұл мақсатта компрессор қолданылады. Компрессор қысымды бастапқы мәніне дейін көтереді. Бірақ ол газды сығымдайтын болғандықтан, қысымның көтерілуімен бірге температура да көтеріледі. Бұл шарт. Енді хладагент жоғары қысым астындағы бу түрінде, оны сұйықтық күйіне қайта айналдыру үшін тағы бір жылу алмастырғыш қолданылады. Бұл жылу алмастырғыш тоңазытқыштың сыртында орналасқан. Ол қоршаған ортаға жылу бөлетін болады. Нәтижесінде температура қалыпты мөлшерге дейін түсіп, бу сұйықтыққа айналатын болады. Сонымен хладагент бастапқы күйіне жоғары қысым астындағы сұйықтыққа айналады. Бұл циклды біз қайта-қайта үздіксіз суыту мақсатымен қайталай аламыз. Бұл цикл бу компрессорлық тоңазыту циклы деп аталады. Мына жерде сіз тоңазытқыштың құрамдастарын егжей-тегжейлі көре аласыз. Жылу алмасуды жақсарту үшін буландырғыш пеш, конденсатор оларға бекітілген қырлармен жабдықталған. Буландырғыш қоршаған ауаны салқындататын болғандықтан, әдетте оның үстіндегі ылғал конденсацияланып, қырауға айналатын болады. Жылу алмасуды күшейту үшін қырауды жиірек алып тастап отыру қажет. Қысымды көтеруден бөлек, компрессор контурдағы хладагент ағымының айналып отыруына көмектеседі. Әдетте бұл мақсатта қажетті герметикалық тығыздаушы бар мүк басты компрессор қолданылады. Ол газды сығымдайтын болғандықтан, бұл операция үшін үлкен қуат қажет. Жүйенің қарапайым энергетикалық теңгерімі осы арақатынасты анықтауға көмектеседі. Салқындату жүйесінің пәк келесі түрде белгіленеді. Тоңазытқыш жұмысы туралы қызықты мағлұмат алдыңыз деп үміттенем. Назарыңызға рахмет.